Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіз білмейтін қызықтар арнасында пайдалы ақпарат. Шошқа еті неге қарам? Шошқаның етіне неге жолауға болмайды? Оның бірнеше себептері бар. Халықтың көбі әлі күнге дейін ненің адал, ненің арам екен, ненің күнә, ненің сауап екен мүлдем білмейді екен. Шошқаның саласы мен еті араласқан нәрсені құшырлана жейтін аурудан да айыға алмай келе жатырмыз. Не жесең соған тартасың деген сөз бар еді ғой. Мүмкін халқымыздың болмысы бұзылып, заман жолға түсіп кеткені де осыдан шығар. Кім біледі? Шошқаның етіне неге жолауға болмайтын бірнеше себебін айтып өтемін. Біліп жүріңіздерші. Біріншісі, шошқаның еті мен адам еті ол бірдей, идентичный болып келеді. Екіншісі, шошқаның етінен жуық жазылмайтын ауру жұғады. Үшіншісі, дұрыстап сие алмайды шошқа, сідігі терісі арқылы шығады көбіне. Еті сосын өз нәжісіне бөгіп мариновна болып тұрады. Харам арам дейтіні содан. Өз анасына шабатын қасиетсіз хайуан, өз баласын жеп қояды. Тамақ талғамайды, жыбырлаған, қыбырлаған, жатқан нәрсемен нәжіске дейін жейді. Жыныстық қатынаспен ләззат алу үшін айналысатын жалғыз хайуан. Осының өзі адамды шошытуы керек. Үнемі шошқаның етін жеген адамның іші құрттап кетеді. Шошқаның етін жейтіндердің терісінен сасық иіс шығып тұрады. Көзіне көрінгеннің бәрін жейтіндіктен етінде паразиттер мен бактериялар көп болады. Шошқаны сойғанда да оны арам өлтіріп барып сояды. Балталап, талдырып, не жүрегіне пышақ сұғып барып қорс еткізе салады. Ондай етті қазақ өлексе дейді. Шошқаның етін жеген адамның тәні тазарғанша дұғасы қабыл болмайды. Шошқа басқан жерде намаз оқи алмайсың. Шошқаның еті бар үйге, ит ұстайтын пәтерге періште кірмейді. Атақты ғұлама Ибн Касир былай дейді: Алланың халал еткен нәрселерінің әрбірі жақсы саналады, әрі ол адам баласының ағзасы мен дініне пайдалы. Ал әрбір харам еткен нәрсесі лас есептеледі, әрі ол адам ағзасы мен дініне зиян келтіреді. Демек, шариғат тұрғысынан да, медициналық тұрғыдан да шошқа еті лас, әрі адамға зиян. Ислам ғалымдары доңыз етін 70-ге жуық түрлі сырқат тудыратынын айтқан. Сондықтан күнделікті жеп жүрген ас судың адалдығына, һәм тазалығына мән беру қажет. Егер ақпарат пайдалы болса, видеоға лайк басып, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.